Фестивальдің екінші күні жарыстың алғашқы күн қатысушылардың баспасөз маслихатымен басталды. Алған әсерлерімен Қазақстан көрермендердің қызығушылығын тудырған Тау жуасы картинасының режиссері бөлісті. Мен тәжірибеге бай режиссерлер мен жас режиссерлердің қатарына болғаныма өте қуаныштымын. Әр жұмыс бір-біріне ұқсамайтындығы өте керемет. Олар бөлек бағыт пен жанрда. Мысалы, көрерменге арналған Дос Мұқасан және жеке авторлық өмір фильмдері. Сондықтан көптеген өзгеше жұмыстар ұсынылған. Және мен осы туындылардың қатарында болғаныма қуаныштымын. Бірақ бұл әрине қиын. Себебі үлкен ұтыс ойыны күтілуде, және кімнің жеңетінін болжап айту мүмкін емес. Мен үшін Қазақстанда өз отандастарыммен, қазақстандық жобалармен тайталасқа түсіп көру қызық тәжірибе. Көрсетілімге барған көрермендер көзайымы жүлдесін алу одан да қызық болар еді. Себебі Қазылар алқасы өз көзқарасын айтса, бұл жүлде соған қоса көрермендердің көзқарасын білуге көмектесер еді. Осы ретте Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының қабырғасында беделді халықаралық кино жүлдерінің лауреаты, ұлттық байқау Қазылар алқасы мүшесі, ирандық режиссер, сценарист Ханна Махмальбафпен шеберлік сабақ өтті. Мен үшін бұл жақсы. Себебі мен фильм көру арқылы заманауи мемлекет пен қоғамнан әрі сіңе аламын. Ал кез келген мемлекетке саяхатшы ретінде келгенде мүлдем басқаны көресің. Бірақ фильмдер осы елді тереңінен білуге мүмкіндік береді. Бұл фестивальда көптеген жақсы фильмдер бар. Олардың арасында мен өзімді үйдегідей сезінемін. Себебі сіздер мен біздің Иранның біраз ұқсастықтарымыз бар. Сондықтан мен үйімді сағындым және оны осы жерден таптым. Мен біздің университетіміздің семестр аралығында танымал режиссерлермен кездесе алатынымызға өте қуаныштымын. Бірақ барлық кездесулер мен шеберлік класстарынан дәл Ханна менің есімде ең жарық және маңызды адам болып қалады. Себебі ол тек өнер туралы ғана айтпайды. Сонымен қатар, ол өнердің қоғамда алып жатқан орны туралы айтады. Мен біздің Қазақстанда үлкен көлемде болмаса да, шындықты айта алатын, оны адамдарға жеткізе алатын батыл жастардың барына мақтанамын. Барлық жастарға өмірде бір рет болсын осындай шеберлік класында болып, көру қажет деп ойлаймын. Фестивальдің екінші күні байқаудан тыс жаңа есімдер блогымен де ерекше. Жалпы бұл кинофестиваль өзінің менің ойымша үш ерекшелігі бар. Біріншісі ол жаңа есімдерді ашып жатыр. Жалпы өзінің қысқа метражды киноларға арналған жаңа есімдерді ашу деген бөлімі бар. Соған біз өте ризамыз. Өздеріңіз уақыттарыңыз болса келіп тұрыңыздар. Екінші ерекшелігі ол ұлттық кинолар бөлімі. Яғни бұрын соңды бұл бөлім болатын, бірақ қазір толыққанды өзінің номинацияларымен үздік режиссер, үздік актер, актриса дегендей үздік кино жалпы өзі толыққанды бірінші рет ұлттық кинолар бөлімі осы кинофестивальда көрсетіліп жатыр. Оның ішінде мықты кинолар бар. Жалпы халықаралық кинофестивальдерде өзі жүлделі болып жүрген және айтар сөзі бар кинолар. Үшіншіден ол осы жалпы Еуразия кинофестивалінің киноларының драматургиялық жағынан, тереңдігі жағынан мықтылығы. Мысалы, осы киноға қатысып жатқан кинолардың төртеуі Оскар жүлдесіне өз елінен беріліп тұр, ұсынылып тұр. Ол да бір айқын көрсеткіштің белгісі деп ойлаймын. Біз енді жас режиссерлар жаңағы көбінде өзіміздің ақшамызға не болмаса жеке өзіміз жинаған ақшаға осылай фильмдер түсіреміз. Және оны біз жаңағы басқа жаққа салуға, не болмаса көрсетуге, экранға шығаруға көптеген мүмкіндіктер ала алмаймыз. Осындай кинофестивалдар бізді фильмді көрермендермен кездестіруге және ол жерде талқыға ұйымдастыруға және алдыға дамуымызға осындай кинофестивалдар көмектесе алады.
бұл өте қызық сәйкестік деп ойлаймын. Мен біраз уақыт бұрын Париждағы қазақ киносының фестивалінде екі қазақ фильмін көрген едім. Және дереу осы туралы мақала жазғанмын. Фильмнің біреуі ескі болды. Қателеспесем 80-ші жылғы. Ал екіншісі керісінше заманауи. Фильмдердің арасында талай жыл жатса да, екеуін көрген кезде бұл расымен де шынайы азиялық кино деп сезіндім. Және бұл маған ұнайтын ерекшеліктердің бірі. Фильмдер көрсетілімдерінің өзекті кестесін фестивальдің ресми сайтынан қараңыз.